Прокуратураға барып араласақ қалай? Бұлар бізді өстіп, ну как, күлкі қылып жатыр ғой бізді мысалы, да? Онса біз прокуратураға барайық та, қазір жазайық. Менің тағы бір айта кететін мәселем, ауылдағы кісілер, мысалы саяжайдағы кісілердің барлықтары жұмыста. Міне жұмыстан бір күн сұранып, келіп отыр. Сонда халықтың осы бір күндік, әрең күнін көріп отырған халықтың бір күндік зарплатасын, бір күндік еңбек ақысын осы әкім төлей ма? Төлесін. Онда бостан-босқа шақырғаны үшін. Бізді алдап, қашып бізден. Маманға айтып бар, әкім жұмысты ілгері бастырған жоқ. Мен бардым, жаңағы ешқандай жұмыс істелмеді деп сөйтіп айтып. Сонда былай, біз 2 қазан кездескенде әкімнің айтқан сөзі қалай? Сіздер барып тексеріңіздер, мына кісінің айтқаны рас па? Мен үйіме дейін келді, жолды көрді. Аралықта қаншылығы 2 километр жолды басып барып, одан кейін автобусқа барып отыр. Сол үшін менің баламды жаңағы өздері келіп көріп, ой, развозка келеді үйдің жанына дейін деген. Жоқ мен. Ештеңе естіген жоқ. Жай сөзбен ғана қалды. Жай сөзбенен 28 күн болды. Бізге сонда ма? Жоқ, не болды сонымен? Өйткені мен айттым, әкім мырзаға жіберіңіз дедім. Хат жазып жібердім. Бұларға бәрібір өтістіңіз тұра береді. Қайда әкім? Точно. Есептік кездесу бізге жазған. Өздеріңіз жауап бергенсіздер 30 деп. Так что бізді дөңгелек стол деп ұйымдастырамыз деген өз аузынан айтқан. Жоқ, қай жерде екен есепті кездесу? Давай барамыз. Болды ма? Қарап болдыңыз ба? Әдейі істейді. Болды. Жүріңіздер кіші мәжіліс залына. Не қыласыз әкім болмаса? Бәрін оны түсіндіреді. Әкім болмаса, немене зам әкім іштемейді, шешпейді, зам әкімге мен звондаған кезде бір дұрыс жауап ала алған жоқпын. 2 рет звондадым, 2 рет мына кісі звондады, 2 рет мен звондадым. Бізге берген жауап есе выездной жасаймын деді. Выездной жасаймыз деп. Жасаймыз деді, бірақ артынан кейін ана қыз қайттан жазып отыр, қай жерде болады деген кезде әкімшілікте деп жазған. Неге өтірік айтады? Осы жерде отырсыздар ғой барлықтарыңыз. Неге өтірік айтады? Бір неде кеңседе отырып, бір-бірлеріңізбен қалай хабарласып жатыр, халықтың жайын неге ойламайсыздар? Bir күнгі еңбек ақысын сіздер төлейсіздер ма? Мына кісілер жұмыстан сұранып келіп отыр ғой. Жоқ, еңбек ақы сіздер төлейсіздер ма? Нешеде келеді? Әкім есеп кездесуде нешеде келеді? Сағат нешеде келеді?